Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында өте тез дайындалатын әрі дәмді шығатын салаттың рецептісімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге қияр, қызанақ, тәтті бұрыш, қайнатылған жұмыртқа, шұжық, қалауыңызша керешке қосуыңызға болады, немесе бұршақ, жүгері қоссаңыз да болады. Керекті заттарымызды алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай сопақша етіп, яғни соломка етіп, бәрін біркелкі етіп турап алуымыз қажет. Салат үшін керекті заттардың барлығын төменде описанияда толығымен жазып қоятын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Егер видео рецепт ұнаған болатын болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта керек рецепттарды комментарийға жазсаңыздар болады, міндетті түрде шығаратын боламын. Осы берілген рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі бұл салат тез дайындалады, әрі өте дәмді, тойымды салаттардың бірі. Егер сізге немесе сіздің отбасыңызға шұжық ұнамаған жағдайда, шұжықтың орнын қайнаған етпенен алмастыра аласыз. Бұл салатта қатып қалған ешқандай да бір қағида жоқ. Егер де сізге тағы бір заттар ұнамайтын болса салаттың құрамында, онда қалауыңызша оны басқа затпенен алмастыра аласыз. Керекті заттарымызды осылай соломка етіп турап алдық. Енді қалауымызша үрме бұршақ, керешки, дәміне қарай тұз және майонез қосып, барлығын бірге біркелкі етіп араластырып аламыз. Бұл жердегі майонезді де алмастыра аласыз. Егер сізге майонез ұнамаған жағдайда, онда сұйық майменен немесе оливковое масло қоссаңыз да болады. Дайын болған салатымызды осылайынан тарелкаға салып, қонақтарға ұсынсаңыз да болады, немесе қалауыңызша өзіңіздің укроп, петрушка қолдануға болады. Мен бұл жерде үккіштен өткізілген сырды қолдандым. Салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет.